Бүгін осындай алмалы рулет жасаймыз. Дәмді, өте жұмсақ. Бізге керек алманы осылай теркадан өткізіп аламыз. Лимон согын алманы қарайып кетпеу үшін қосамыз. Мен теркадан өткізіп болам дегенше, бірақ алманы қарайды. Жоқ болса қоспай қойсаңыздар да болады лимонды. Пергаментке алмамызды жайып, корица себеміз. Осылай жұмыртқаның сарысы мен ағын ажыратып аламыз. Менде 6 жұмыртқа болды. Жұмыртқаны аппақ масса болғанша миксерлейміз. Қант, жаңағы жұмыртқаның сарысы 100 грамм, ұн, разрыхлитель 1 қасық. Негізінде жұмыртқаның ағын көпіртпей тұрған кезде қантты салып алу керек. Мен мұнда ұмытып кеткенмін, кейін артынан қостым, еш нәрсе етпейді. Духовкада 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Енді осындай ыстық кезінде жаймен орап аламын. Дәмді болды, жасап көріңіздер, ас болсын.